Гүлбану Баубекқызы жалғыз басты Жәмила жар іздейді. Жалғасы. Қос жүректің тоғысуы. Күні бұрын хабар айтып қайтем, бара көрермін деген Жәмила Павлодар жерін басқанда алғашында бөтен жерді тосырғап тосылып қалды. Сосын сұрастыра жүріп орталықтағы қонақ үйінің мекен-жайына бет алды. Істеген жеріне таксимилезде жеткен ол мейманхана фойесіндегі орындықтардың біріне жолдық былғар сумкасын қойды да құжаттарын алып кезекші отыратын жерге жақындаған. Толық денелі қара торы келіншек әлдене жазып отыр екен. Басқа ешкім жоқ. Сәлеметсіз бе? Іс-сапармен сіздер жаққа келгенем. Маған телефоны бар, бір кісілік жайлы жеке бөлме қарастырсаңыз. Оның жарасы жеңіл, қазір адам аз, яғни жартысынан көбі бос. Бүкіл бір этажды бір десеңіз берейік, деп қалжыңдап тіл қатты кезекші. Рахмет, танысып қоялық, есімім Жәмила. Ақшолпан, ішіңіз пысса осындамын ғой, міне қалауыңыз білсін, деді де мейманхананың орналасу схемасын ұсынды. Жәмила екінші қабаттағы терезесі батысқа қараған шағын бөлмені таңдады. Сонда көтеріліп қол жүгін шкафқа қойды да жеңіл киімдерін алып жуынатын бөлмеге кірді. Шаршағандікі ме, көзі кіртиіп тұр. Жуынып шайынып алып еді, кәдімгідей серпіліп өзін сергек сезінді. Кеш түссе де қарны аша қойған жоқ. Жібек шәліні иығына жамылып сыртқа беттеді. Жайшылықта анау-мынаумен жоқса қоймайтын мінезімен Ақшолпанды көрсе де ештеңе демей басын изеп қасынан өте шықты. Таза ауа жұтып тыста біраз жүріп қалды. Бойы тоңазыған соң бөлмесіне оралып төсекке бас қойған. Өз ойымен өзі әуре. Мана шақта отырғанда ұйқы басып жұмылған көзін ашқысы келмеп еді. Енді біреу ұйқысын тартып алғандай көзі бақырайып ояу жатыр. Таңға жуық талықсып ұйықтап кетіпті. Түсінде сол Павлодарда жүр екен. Ерғалиы қасында, әткеншек теуіп сықылықтай күліп жүріп. Кенет жігіт әткеншекті ағаштан ұстап тоқтата қойып еді, Жәмила бар екіпімен оның құшағына құлады. Сол құшақ құрсағынан шыққысы келмегендей жабысып алыпты. Оянса түсе екен. Жігіттің түрі өңі есінде жоқ. Ерте тұру әдетіне айналған, енді міне жаңағы түстің әсеріме тәні талмаурап жатқан орнынан жіпсіз байлағандай тұрғысы жоқ. Қолын жоғары көтере келді де ақсы есепті аяғымен сыпыра санын жарқ еткізіп, аяғын төмен түсірді. Қарсы алдындағы айнадағы өз бейнесін көз түсіп, көзін қысып қалды. Сосын іштей, Жәмила, бүгін сені жаңа өмірге бастайтын ең сәтті күн. Бүгін сен Ерғалиді көресің, деп күбірледі. Сол ойдан ақ жүзі жайнап, ширақ қимылмен төсегін жинай бастады. Түске дейін келген шаруасымен сондағы фирмада болып келісім шарт, іс қағаздарын реттеп бітірді де енді демалыс бар күмбетке алып жүріп келеді. Өткені жаңа ғана Ерғалиді жұмыс орнына телефон шалған. Алло деп жауап қатты жағымды күмбір дауыс. Сәлеметсіз бе, маған Ерғали Жұмановты шақырып беріңізші. Ол мен едім. Сәл үнсіздік орын алды. Екі жақ әлденеден тосылғандай. Сіз кімсіз, не шаруамен хабарласып тұрсыз? Мен Жәмиламын, деді Жәмила өрекпіген жүрегін әрең басып. Жәмила, арғы жақта еркек даусы қатты шықты. Таңданыс бар. Қайдансың, қалайша? Алматыдан сөйлеп тұрсың ба? Даусың қандай нәзік? Мен осындамын, Павлодардамын, сапармен келген едім. Не сездің, осындамын дегенде жай оты түскендей болдым ғой. Ерғалидің үнінде қобалжу бар. Әрі дауысыңды естідім, әрі өзіңді көрем. Бірақ күнде бәрін үйіп төгіп жібергенің ай тәңірінің. Солай болғаны дұрыста шығар. Онда сенде емес, менде емес, нейтральный бір жерде кездесейік. Жарай ма? Қатты жүрексін тұрғанымды айтсаңшы, демалыс паркінің гүл алаңына күт. Мен қазір жетем. Атпақшы, мен ақ көйлек көк джинсы шалбар кигем. Қазір күн ашық, ыстық екен. Олай болса қолыма ұзын сапты қара қолшатыр ұстап алайын. Сол белгі болсын. Жарайды, мен ұзын желберек етекті қызыл көйлекпен жүрмін. Менің белгім басымдағы қызыл шляпамды қолыма ұстап тұрам. Келістік, күт мені. Қандай сюрприз, Қуаныш пен тананысқа толы үн осылайша үзілді. Гүл алаңынан сәл шеткері тұрған Жәмила құстай ұшып, қалбалақтап келе жатқан оны алыстан бірден таныды. Ол да мұны байқады ғой дейм, ешқайда бұрылмай тұра келе жатыр. Талдырмаш денелі жігіттің қимылы ширақ, ол жақындаған сайын жүрегі лүпілдеп барады. Алғашқы кездесу, алғашқы таныстық. Өзінен үлкен гүл толы корзинаны Жәмилаға ұсынып жатып, Жәмила, деді жігіт үнінен жалынады.
Ерғали, деді келіншек, екі беті отқа шарпылып. Гүл толы картина екі арадан орын тепті. Сол сәтте Жәмиланың көңіл түкпірінің толқынысын оятып, жадында мәңгі сақталған нәрсе жұқалтаң өңді жігіт жанарының мынадай қуаныштың өзінде де мұңын жоя алмаған тұңғиық шаңырақ көзқарас еді. Өңменнен өскендей өткір, қоңыр қараштағы қоңыр мұң әйелдің аналық мейірімін көзіне бір жылы аударған еді. Мен сендікпін деген сөзді сол сәтте Жәмиланың ішкі түйгісі мың қайталап сыртқа төгілуге шақтырды. Павлодарда болған 3 күн 3 минуттай болмай тез өте шықты. Ерғалимен бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Көбіне жаяу жүргеннен екеуі ешбір шаршамайтын. Жігіттің салмақты күмбір үнмен айтқан өткен өмір әңгімелерін тыңдаудан жалыққан емес. Бір таң қалғаны екеуі де төсек, еншім жөнінде сөзсіз қозғаған емес. Оларға онсыз да жақсы еді. Ерғали Жәмиланың саусақтарын алақанына қысып ұстап, жетелеп жүретін. Соның өзі жігіт алақанының қуаты жанына майдай жағып күшті әсерлендіретін еді. Мейманхана алдына келгенде алақанын шығарғысы келмейтін, қимастық сезім тұсап қойғандай. Ерғалидің ежіреген ілтипатының шуағына бөленіп тұра бергенге жаны қалайтын. Ол күнде аяқталып қоштасар сәттім жақын. Аэропортқа жеткенше екеуі де үндеген жоқ. Әркім өзі ойымен арпалысуда. Бір жағынан кездесу қуанышы шалқытса, екінші жағынан қоштасу өкініші еңсені басқандай. Үнсіздікті Ерғали бұзды. Жәмила, мен сені ұнатып қалдым. Қимай тұрғанымды арашы. Ерғали дей берді Жәмила да. Ұшаққа отырғызылу басталды деп хабарлағанда, ұйқысынан оянғандай болған Ерғали Жәмиланың кішкентай саусақтарын аялай ұстап, көз таса тұсқа икемденді. Енді қайтып көрместе құштарлықпен Жәмиланың қабырғасын қытырлата құшып ерніне төнді. Үн 3 күн бойы сүйіспегеннің ақысын енді алғысы келгендей, үздігіп уқылеп асқан ынтызарлықпен сүюде. Жәмила да жігіт сезімнің селдей тасқынын құтыла алмасын сезді де оның еркіне берілді. Өзі де бойы өзімен шамалас жігіттің құшағына еніп, еркек иісі сіңген көйлегінің кеуде тұсынан сая тапқандай халде. Екеуінен басқа ешкім жоқ тәрізді ес-түссіз күйде. Тұла бойы шымырлап, сезім тұңғиына батып бара жатып, әлден уақытта есін жиған Жәмила жігітті кеудесінен әлсіз итерді. Ел көзінен ыңғайсызданып, жүзін жасыра сәл кейін шегінді. Ерғали елден ұятты. Жәмила, қинамашы, қалшы осында. Қаласаң қазір-ақ мешітке некемізді қидырайық. Тастамашы, жалғыз қалғым келмейді. Мен де сені қимай тұрмын, дегенмен дәл қазір тек сезім жетегіне тұрып асығыстық жасамайық. Келдің кеттің, бәрі де көрген түсте сияқты. Жоқ, келіспеймін, жібергім келмейді. Болмайды, сабаңа түс, ақылды едің ғой. Әне бір таныстарың ғой деймін, бізге қарап өтіп барады, өсекке ілінетін болдық. Мейлі, менен бақытты жан жоқ сен барда. Ал басқасының бәрі құран шейін нәрсе. Біз бір-бірімізді сүйеміз. Сол үшін жаралғанбыз. Ойлан, әлі де хабарласып бір шешімге келерміз. Ұшаққа көтеріліп жатып, Жәмила соңынан тағы да бір рет қарады. Шығарып салушылардың бәрі тарап кеткен, тек Ерғали ғана состиып жалғыз тұр. Жапандағы жалғыз ағаштай болған оның бейнесі жүрек тұсын шым еткізді. Кейін оралма кет деген екі ұдай сезім бірін-бірін жеңе алар емес. Біз әлі кездесеміз Ерғали деп күбірлеген Жәмила өзін-өзі жұбатқандай ұшақ салонынан еніп кетті. Қоштасу соңы жаңа жыл қарсаңында кездесіп табысумен ұласқан. Алматыға әдейілеп іздеп келген Ерғали бақыт құсын қолына қондырды. Жәмила екеуі жора жолдастарын басын қосып кішігірім үйлену рәсімін Жұлдыз кафесінде өткізген еді. Екеуінің қуаныштарына ортақ болған олар да мәре-сәре. Содан кейінгі таңғажайып тәтті түн. Иә, сол неке түні Жәмиланың есінен сірә кетер ме? Бар болмысыңмен ішкі сыртқы жан дүниемен қалаған еркекпен төсек рахатын бөлісуіне деген ғажап. Қолмен аялап, жұмсақ сипап жанармен ішіп жей, өліп өше қарағаны күйдіріп, ерітіп жібереді екен. Тән мен тән, жан мен жан беріскен осы сәтте еркекте керемет сұлу болып кететінін байқады. Ерғали мұның көйлегінің әрбір түймесін еппен ағытып қытықтай ерекше әсерге бөлей сүйгіштеп жатыр. Апырау, күйеу болған, еркек құшағының дәмін татқан деп сені кім айтады? Сезім нүктелерінің құпиялары сол күйі ашылмаған күй қалыпты ғой. Оған да рахмет, бәрін маған қалдырған. Қандай сыйлық, енді ешкімге де бермеймін. Сен менікісің, солай дерші.
Иә, мен сенікімін, мен де сені ешкімге бермеймін. Ешбір жасандылықсыз елітіп елжіреген Жәмила Ерғалидың дегеніне көніп ләззат атты құдіретті сезім айдынында мың батып, мың шықты. Павлодардан бір жола көшіп келген Ерғали мамандығы бойынша жұмыста тауып алған. Бақытты жанұялардың бірі ретінде әлі базары тарқамаған жастықтың балдай татыған дәмін бірдей бөлісіп, ыстық суығы басылар емес. Жәмила шынымен-ақ бақытты еді. Тіл көзден сақтасын дегені ме, ырым етіп өзіне де Ерғалиға да бойтұмар жасатып алды. Уақыт жылжыған сайын Жәмиланың көңілін беймәлім мазасыздық жайылғандай. Оған Ерғалидың түк қатысы жоқ. Ол сол көл-көсір көңілмен қашанды қуаныш сыйлауға әзір. Айналып толған байлайтыны тек қана Жәмила. Басқаның керегі де жоқ сияқты. Бірақ Жәмила үшін бәрібір бір нәрсе жетпей тұрған секілді. Нағыз әйелдік сезімі оятып, махаббаттың не екенін ұқтырған жарының орны өте биік қой. Солай бола тұрса да неге менің балам жоқ? Бедеу қатын кімге керек? Бір күні Марат сияқты тастап кете қайтем деген түйткіл ой көкірегін қыжылтады. Тағы да көктем келді. Тағы да наурыз алдындағы қарбалас қуанышты күндер. Бүгін күйеуі кешіккен сайын Жәмиланың мазасы кеткен еді. Сағатқа әлсін-әлсін қарап қояды. Жалғыз болған соң кешкі тамақ та ішілмей қалды. Таңға көз ілдірмей дөңбекшумен түнде өтті. Ұйқысыздықтан қызарған көзін жасымен қоса жуып тұрып, Жәмила айнаға қарады. Бірақ сәтте кешегі бақыттан шуақ шашқан жанары сөніп қартайып кеткендей көрінді. Тек ерні ғана. Бәрі жақсы болады, бүгін ең сәтті жақсы күн деген сөзі жиі қайталап өзін сендіргісі келді. Не де болса күтейін, әлдебір ойға түйіндей бекіген Жәмиланың ойын телефон шалдыра бөліп жіберді. Жәмила, Ерғалидың дауысы. Өзі сондай қуанышты. Жәмиланың жүрегі жоғары көтеріліп барып, дүрсілдей жөнелді. Тілерсегі дірілдеп жалма-жан орындыққа отыра қалған. Иә деп сыр білдірмей, аман есенсің бе? Ойымдаған шығарсың, кешір. Бәрі аяқ асты болып, телефонда болмай хабарласа алмадым. Мен сені ВДНХ-ның гүлзарында күтемін. Сюрпризім бар. Ұлыстың ұлы күні наурыз келді емес пе? Күт мені, жаным. Күтпеген шешім. Жәмила гүлзар алаңында тағы да Ерғалиді күтіп тұр. Күткен қиын елеңдеп. Әлдебір қуанышқа ма, басқаға ма? Әйтеуір жүрегі аузына тығылып көңілі алаңдаулы. Қайдан шыққаны белгісіз Ерғалидың дауысы. Жәмила, көзіңді жұм, ашсаң сюрприз болмай қалады деп бұйрық берді. Оның дегеніне көнгендей көзін жұма қойды. Міне өзіне етене таныс оның қайратты саусағы шашына сипағанда, кір қоқысы мың наланы сыпырып тастағандай әсер алды. Көңілі де орнына түсті. Енді не боларын күтуде. Осылай аяқ асты қуанышқа бөлеу жаңалық ашу Ерғалидың әдетіне айналған қашан. Бала сияқты көңілі таза. Қолына шүберекке оралған салмақтылау бір нәрсені ұсынды. Өзі екінші жағын демеп ұстап тұр. Бұл не? Құпияны шешуге Жәмила да құмартып тұр. Соны сезді де Ерғали ерінен бір сүйіп, енді жайлап көзіңді аш, тек шошыма деді. Көзін ашқандағы көргені тілдей айырғандай әсер етті. Аң-таң құшағында құндақтаулы сәбидің кішкентай тәмпіш мұрны пысылдап мұнтиып қалың ұйқыда жатыр. Бейкүнә пішін, жүрегі елжіріп, көзі жасаурап Ерғалиға қарады. Бұл қайдан аспаннан айыз тастап кетті ме? Қалай, сюрпризім таңғалдыра ма? Оны капуста жапырағының арасына тауып алдың ғой. Қойшы, әзілдейтін нәрсе бала емес деп қабақ шытса да көзін сәбиден айыра алатын емес. Қуаныш жаным, сен қуануға лайықсың жансың. Мына сәби де бүгіннен бастап сенікі. Қалай, анасы әкесі кім? Ұрлап кеткен жоқсың ба? Мен сені қанша айналып толғансам да, баласыз бақыт ете алмайтынымды еркектік түйсікпен түйсінген едім. Түнді түнге құрып тілеген тілегімді Алланың бергені ме? Кездейсоқ әңгімені естіген соң осындай шешімге келдім. Бұл сәби де сен сияқты жалғыз, анасы да әкесі де жол апатынан қайтыс болыпты. Солай жаным. Мен кеше сен келмеген соң Ерғали сөзін аяқтатпай саусағымен аузын жапты. Жоқ, мен соншалық адам ұрлағышыға ұқсаймын ба? Жәмила, мен сені алғаш көргенде ғашық болып, енді сенен айырылмауға көзім жұмылғанша аяйлап, бірге өтуге серт бергем. Сондықтан мен сені ешқашанда жалғыз қалдырмаймын, тастамаймын. Бұл бір. Екіншіден, Сәния құрбың өткен өміріңнен азды көпті мәлімет берген. Сыйласымды достары бар, сен жалғыз болмайсың. Жақсылықтың ерте-кеші жоқ. Көңіл дөмбілезі бала болса, оны да шешудің ретін таптым. Кеше сол мәселені бір жола бір жақты етіп,
Талғар қаласының әдірек бір елді мекенде болып келдім. Мына күнәсі сәбидің әке-шешесінің туыстары сонда тұрады екен. Бағып алуына қарсы емеспіз деген өз қолдарымен жазылған қолхат алдым. Түнге қалған соң сонда қонып шықтым. Сонда мына баланы солардың әкелдің бе? Жоға, мына нарық заманында өз балаларын әрең бағып отырғанда қатал тағдырға қандай амал тапсын? Жылап-сықтап өлгендердің қырқын берген соң жетімдер үйіне өткізген екен. Үкімет аш қалдырмайды деген шығар. Қайтсын енді өле қалсын деп кім тілейді? Жаным, сөйтіп біз екеуміз мына жаңа жылымызды жас сәбиіме ата-ана ретінде жаңадан бастайық. Қабыл ал балаңды. Рахмет дей берді, көзіне аққан жасты тоқтата алмаған Жәмила. Ол жылап тұрса да сол мезет өте бақытты еді. Бір тамшы жас бетіне тамып кеткенде Сәми мұрнын тыржитып көзін ашып алды. Нәркес қара көздері мөлдіреп қарайды. Құндағында жатып қозғалақтап қыңқылдап жыбырлай бастады. Селкілдетіп көріп еді жұбана қоятын емес. Дәуде болса бұл батыр. Астына жіберіп қойған болар. Жәмила, кеттік үйге, айтпақшы баламыздың есімі Бекарыс деген. Кеттік үйге, Жәмила, деді күйеуі. Сәби көтеріп жүзі бал-бұл жанған Жәмила оның құшағына қыса түсіп Ерғалидың соңынан ұмтылды. Өмірдің осындай күн шуағы неткен тамаша. Сәби үнімен күмбірлеген ақ отау. Ерғали мен Жәмила тұратын 2 бөлмелі пәтер іші сәби ыңғасының жанданып жасарып кеткенде. Баланы бағып баптауға бұған қарағанда Ерғали ептілеу екен. Жасанды тамаққа үйретілген Бекарыс та кәдімгідей бойы өсіп үйреніп 6 айлық мерзіміне сай салмақ қосты. Оның салмақ қосқаны да, как еткені де, кіші еткені де, өлдеп бір нәрсе айтпақшы болғаны да, тырбаңдауы да бұлар үшін үлкен мереке. Әрбір қауанышты дереу жақын дос құрбысына хабарлап, дастархан жайып әлекке түсіп жатқаны. Жиі қонақ боп кеттік қой дегендеріне қарамай шақырып алады. Күміс күлкі, ақ тілектен ажарланған ақ отаудың есігі ниеті түзу жандарға әрқашанда ашық тұратын болды. Құжат жинастырып Жәмила да декретке шықты. Көбінесе көп үйіріліп сәбиінің қасында шықпайды. Ерғалидің қашан келіп қашан кетіп жатқанын елемейтін де сияқты. Жәмиланың бар мейірі өзінен гөрі балаға ауып кеткенін о баста Ерғали мойындағысы келмей қызғаныш білдірген. Сондағы балам-ау, бабаң сенен қызғанып тұр балам, деп Жәмиланың көзінен жасы аққанша күлгені есінен кетпейді. Қандай қайталанбас сүйкімді сәт. Жәмиланың құлын мүшесі бұзылмаған, тығыншақтай денесін құшағына алып, еміреніп өзі де қосыла күлгені бар. Бұл бақыт емей немене? Бүгінде ұйықтап қалған Бекарыстың төсегіне жатқызып, Жәмила жөргектерді жуу үшін ваннаға беттеген. Ерғали бұларды оятпай жұмысына кетіп қалыпты. Жылдар еткен телефон дыбысы сылқ еткізді. Тұтқаны көтергені сол еді, ар жақтан бейтаныс дауыс. Бұл Жұмановтардың пәтері ме деп сұрады. Иә, деді Жәмила дауысы құбылып. Сіз кім боласыз? Біз балалар үйіне мазалап тұрған едік. Не болды, деді Жәмила жүрегі солқ кетіп. Жайшылық па? Бұл өзі телефонмен айтылатын нәрсе емес. Уақытыңыз болса келіп кеткеніңіз жөн шығар. Адресіміз Орманов көшесі. Әрі-сәрі күйде жалған Жәмила иә деді телефонды қоя салды. Не істесем екен, Ерғалидің жұмысына телефон шалып еді, жұмыс бабымен сыртқа кетіпті. Қайда жүр екен, сағат 11-ден қалмай келіңіз деп еді жаңағы әйел. Уақытта қалыпты ғой, қап. Ұйықтап жатқан сәбиін құндақтап, қолтығына қысқан Жәмила көңілі алабұртып жолға шықты. Такси ұстап тез арада жетім балалар үйіне жетіп барды. Меңгеруші Елена Сергеевна жылы шыраймен қарсы алып, хал жағдайын сұрап жатыр. Бала жандылығы бірден байқалады. Бекарыстың мойытқан түріне емірене қарап көзін тимесін дегендей түкірініп қояды. Оны неге жорын білмей Жәмила үнсізіме шиіп тұр. Елена Сергеевна ішкі телефон байланысын тұтқасын көтерді. Маржан Имановна күткен адамымыз келді, келіңіз деп бұйырды. Уақытынан бұрын шу шығармайын деп істің ақырын күтіп, тас түйін боп Жәмила отыр. Енді Бекарысынан өлсе айырылмасқа бекінгендей, есік ашылып орта жаста қызыл шырайлы қазақ әйелі кірді. Жетегінде 3-4 шамасындағы қыз бар. Ол бөлме ішіндегі бұларға тосырқай қарап тұрды. Бар болмысы тұрған тұрысы сүйкімді ақ. Ботагөз келе ғой көкем. Мен саған айтып едім ғой, бір күні бөпеңді көрсетем деген. Міне сенің бөпең. Жағын ғана өркектеп тығылып тұрған кішкентай қыз Елена Сергеевнаның сөзінен қуат алғандай басын дерек көтеріп алды да Жәмиланың көріп тоқтай қалды. Бұл қыз сіз асырап алған баланың әпкесі ғой.
есі кіріп қалған емес пе, бөпесін әлі ұмыта алмай жүр. Жылап сықтауын қоя алар емес. Әке шешең өлді, бөпең енді жоқ деп қалай сәби жүрегін жаралайсың? Амалсыздан әне келеді, міне келеді деп жүрген едік, деді Елена Сергеевна. Мәселенің байыбын енді түсініп өзіне өзі келген Жәмила еріксіз жылап жіберді. Іште тығылған қорқыныш пен күдік орнын енді аяушылық сезімі басты ма, көзі жасқа шылынды. Ол алдында жатқан сәбиінің бетін ашты да бұта көзді шақырды. Кел, көре ғой бөпеңді, көре ғой. Секіре секеңдеп жанына келген бұта көз бөпесін көргенде жанары шырақтай жанды. Бөпешім менің деп бұлдырлап бетінен мұрнына сүйіп жатыр. Құдағы бекарыс та бір нәрсені сезді ме, көзін ашып алды. Кірпігін қағар қақпас пішінмен қарап қапты. Екі сәбидің қуанышына куә болған үш әйел көздерін сүртті. Елена Сергеевна енді не істейміз дегендей сұраулы жүзбен Жәмилаға мойын бұрды. Арада біраз уақыт өтсе де оған інісін ұмыттыра алмадық. Түн болса болды, өзгелерге ұйқы бермей бөпемді тауып беріңдер деп жылап шығатын. Жеке бөлмеде дәрігер бақылауында ұстап көрдік, болатын емес. Осылай бола берсе психикалық ауытқушылыққа ұшырай ма деген күдік бар. Аянышты, обалақ. Содан ақылдаса келіп сізді шақырып отырмыз. Материалдық мүмкіндігіңіз жетсе, қыз баланы да асырап алсаңыздар, құжат жағын өзіміз реттеп береміз. Бір баласы екеу болып көңілі асып тасқан Жәмила үйге қуанышпен оралды. Өзін жақын тартып етегіне оралып жүрсе де іші бір нәрсені сезе ме, Ботагөз мұны мама деп атамады. Ештеңе етпес, алда әлі уақыт бар ғой. Анаңның орнын жоқтатпаспын деп іште ойлап қойған. Сол арада қалтасындағы ұялы телефон шыр етті. Ерғали екен. Сен звондады деп үйге хабарласыппын, ешкім алмай қойды ғой, қайда жүрдің? Біз жаңа ғана есіктен кірген едік, сюрпризім бар, бірақ айтпаймын. Жайшылық па? Табысың қобалжулы ғой. Сюрпризді көргің келсе тез жет жаным, бақытымның бастауы, күтем сені, келші. Жүрегін қолына ұстап ентігіп тез жеткен Ерғали мына көріністен басы айналғандай. Керемет таңқалыста тұрып қалды. Қонақ бөлме төрінде төсіне бекарысты қыса ұстап, етегінде оратылған қызы бар Мадонна тұр. Бұл ғажайып күй шеңберінде толған айдай толысып тұрған өзінің Мадоннасы Жәмиласы еді. Ерғали жалма-жан керегеде ілулі тұрған фотоаппаратын алып суретке түсіріп үлгерді. Папасы, кел енді біздің қасымызға, деді Жәмила қуанышты дауыспен. Қазір жүрегім орнына түссін, қызымыздың аты кім екен, деді кішкентай қызға көз тастап. Мен Ботагөзбін, сен менің папам боласың ба, деді қызда аса жатырқамай жақындап. Болады емес, мен сенің нағыз папаңмын, келе ғой, маңдайынан сүйейін, деді Ерғали да ерекше толқыныспен. Екеуі жұппастарына үйіп төгіп бере салған тағдыр сыйын асқан ризашылықпен қабылдап Тәңірінің мұнысына тәубе етті. Ана болу сезімін бастан кешкен Жәмила да жүзіне нұры тамып, тіпті ажарланып кеткен. Әйел бақыты деген міне осы емес пе? Осыны іштей ұғынған Ерғали да бұл қуанышқа аста болса өз үлесін қосқанына дән риза. Шүкір, бұған да шүкір, дей берді күбірлеп. Жаңа жыл қарсаңында Ерғалидың туған күні еді. Достарын қонаққа шақырып қойған Жәмила да ас үй жақта соның қамын жасап, тыпырлап, қазы қартасын асып, салатын жасап бауырсағын пісіріп әлек. Қызы кішкентай болса да қолынан келгенше көмек беріп, картобын ашып берді. Өзі мамасы сатып әперген жылтыр мол көк көйлегіне дән риза сияқты. Ара-арасында кіре берістегі айна алдына барып сыланып сипанып қояды. Қыз болып таранғаныңнан айналдым, Ботақаным. Жәмиланың көзінде аналық сүйсініс бар. Қонақ бөлме жақта бұлдыр-бұлдыр етіп, апыл-табыл басып ойнап жүрген бекарыстың дабыры естіледі. Бір жерін ұрып алды ма, бақырып қоя береді. Не болды екен көкешіме деп Ботагөздің мүсіркей сөйлегені сол еді, балдай тілімен батырлап бір нәрсе деп жатыр. Сол сәт есік қоңырауда дың ете қалды. Ботагөз, папам келді деп қуана дауыстап жүгіріп барды да есікті ашып жіберген. Іле-шала оның. Сіз кімнің папасысыз? Менің папам бар. Ол қазір келеді деген даусын естіп, бөтен біреудің келіп тұрғанын ұққан Жәмила қолына жасқан қамыр қалдығын алжапқышына сүрте-мүрте ас үйден атып шықты. Етегіне жабысқан ұлы бекарыста қабаттасып қалсар емес. Табалдырықтың ар жағында тұрған еркекті көргенінде не дерін білмеген Жәмила екі баласын бауырына алып сасқанынан бұл сен бе едің дей берді. Бөтен үйге кіріп кеттім бе деп таңданғандай болған еркек енді күлер күлмес үстімен Жәмилаға антарыла қарады.
сосын жайлап кейін бұрылып баспалдақпен төмен түсіп барады. Бұл жерде өзіне орын жоқ екен түсінгені ме, еңсесі түсіп иығы құшиып кетіпті. Бұл Жәмиланың бұрынғы күйеуі, кезінде өзін жылатып тастап кеткен күйеуі Марат еді.